Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын лағманның подливасын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен барлық керекті заттарымызды турап дайындап аламыз. Міне барлық заттарымызды турап дайындап алдық. Қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Келесі кезекте қызып тұрған майымызға пиязымызды және етімізді салып, видеодағыдай қызартып қуырып алатын боламыз. Міне осылай қызартып қуырып алып болған соң, қалған масалықтарымызды да үстінен салып, жақсылап әдемілеп тұрып қуыратын боламыз. Әрбір затымызды салып қуырған кезде міндетті түрде 1-2 минут қана бетін жауып, дымдап тұрып қуырсаңыз, дәмі өзінде қалып әдемі болып шығатын болады. Қаласаңыздар, чесногын пияздың соң етпен бірге салып жіберсеңіздер де болады. Картошка қалауларыңыз бойынша міндетті емес, бірақ кішкене тойымдылау болсын деп мен қосымша етіп салдым. Томат қосамыз. Және де осылай үстінен қайнап тұрған суымызды құйып, жай отта қайнататын боламыз. Тамақ бастаған кезде жанында бір суды бір ыдысқа бөлек қойып қойсаңыздар, уақытыңызды үнемдейтін боласыздар. Міне қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қосасыздар. Бұл жерде мен кинза, зира және де тұз қостым. Және де біраз уақыт өтіп қайнап әдемі болып пісуге жақын қалған кезде осындай лавр жапырағынан 2-3 түгін және де осылай зелендерімізді турап салып жіберсеңіздер де болады. Дәмі ерекше, өте дәмді болып шығады. Бұл жерде зеленнің ішінде кинза бар және сельдерей бар. Жай отта еті піскенше 1 сағаттай қайнататын боламыз. Міне алдын ала дайындалған қамырымызды осылай ыстық сумен бір шайып аламыз және 5 минуттай бетін жауып қоятын боламыз. Дайын қамырымызды судан бөлек сүзіп алатын боламыз. Міне осымен біздің подливамыз дайын болды. Қалауларыңыз бойынша дастарханға тартсаңыздар болады.
міне кішкене сорпасын осылай лагманның үстінен құйып бір араластырып жібереміз және үстіне подливасын салатын боламыз. Осымен біздің асымыз дайын. Құрметті көрермендер, баршаңызға ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеле кетіңіз.